Ассалаумағалейкум. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Мадияр Ашкеевтің келесі жекпе-жегін 17 желтоқсанда ақшта өткізетіндігін айтқан болатынбыз. Оның қарсыласы кәсіпқой рингте әлі жеңіліс көрмеген ақштық Чарльз Конуэлл болатындығы да баршаға белгілі. Бұл жекпе-жек Фредди Роучтың бокс залы Wildcard Boxing Gym'де өтеді және 10 раундқа созылмақ. Әрине алдағысын Мадияр Ашкеевтің мансабындағы ең маңызды жекпе-жек болмақ. Боксрек бұл жекпе-жекті бас аяғы 5 жұлдыздық шкала бойынша 3 жұлдызға теңеп отыр. Мұндай деңгейлі кездесуді керек десеңіз Жәнібек Әлімханұлы да әлі өткізіп көрмеген. Бүгін біз Чарльз Конуэлл туралы айтпақпыз. Өйткені оның тарихы өте қызықты әрі қауіпті. Конуэлл өте жақсы әуесқой бокстағы мансапқа ие. Ол мектепті бітіргеннен бір айдан соң олимпиадалық ойындарға қатысқан. Алайда ол жерде бірінші кездесуден аса алған жоқ. Десе де ақштың бокстан олимпиадалық құрамасына енуінің өзі көп нәрсені айтып тұр. Екіншіден Конуэллдің кәсіпқой рингте әлі жеңілмегендігін айтып өттік. Ол 13 кездесуде жеңіске жетіп, оның 10-ын нокаутпен аяқтаған. Сондай-ақ оның еншісінде қайғылы жағдаймен аяқталған бір кездесуде бар. 2019 жылдың 12 қазанында ол жерлесі Патрик Деймен рингке шыққан болатын. Кездесу барысында Чарльз айқын басымдыққа ие болды. Ол 4 және 8 раундтарда қарсыласты нокдаунға да түсірді. Сосын 10 раундта тағы бір рет құлатты. Осы жерде төреші есеп ашпастан дәрігерлерді рингке шақыртады. Боксшыны ес-түссіз күйінде ауруханаға алып кеткен. Содан 4 күн бойы есін жия алмаған бұл спортшы миының зақымдалуынан көз жұмады. Әрине бұл кәсіпқой бокс, оның қауіпті екендігі ешкімге жасырын емес. Чарльз Конуэлл осыдан кейін тағы 2 кездесу өткізеді. Рамзес Агатон мен Венди Туссен есімді боксшылармен кездесіп, тағы да мезгілінен бұрын жеңістерге жетті. Осылайша ол жарқын панчер екендігін тағы да дәлелдеді. Ашкеев жағында тәжірибе бар. Ол қарсыластан әлде қайда жас үлкен. Аралықтары 9 жас. Қазақ боксшысының айқын басымдықтары осы ғана. Ал қалған компоненттерде 2 боксшыны бөле жаруға бола қоймас. Бізді түсініксіз бокс күтіп тұр. Ол үлкен бонустар болмаса белбеулерді бере алмайды. Бірақ қай тараптың элиталар қатарына өтетіндігін көрсетіп бере алады. 32 жасар қазақ кәсіпқойына бұл сында барын салу керек. Мадияр қазір нағыз шыңында бағындыру жасында жүр. Сондықтан жеңіліске жол жоқ. Отылса онда кәсіпқойда қоя салуына да болады. Мерей үстем болса әрине оны арғырай одан да мықты қарсылас күтіп тұрғандығы шындық. Соңғы рет Мадияр өткен жылдың 9 қарашасында аргентиналық Рудольфо Мартинеспен кездесу өткізіп, жеңіске жеткен болатын. Желтоқсан айында ММА жауынгерлеріміз үшін де оқиғаға бай болғалы тұр. 13 желтоқсан күні Мәскеуде ACA промоушенның 115 номерлі турнир өтеді. Бұл сында 2 бірдей қазақ жауынгерлері өнер көрсетеді деп жоспарлануда. Нұрсұлтан Қасымханов дәл қазір 11 жеңіс және 2 жеңілістен тұратын рекордпен келе жатқан сақа спортшы. Ол жартылай жеңіл салмақта чемпиондық кездесуді армандайды. Бұл ретте оның алдында өте мықты кедергі бар. Ол Әлихан Сүлейменов. Шешен спортшысы да 11-де 2 рекордына ие. Өте мықты спортшы. Ол бұған дейін Фанил Рафиков және Ермек Тлауов секілді спортшыларымызды ұта білген. Соңғы рет осы Тлауовпен шығып, жерлесіміздің аяғынан әбден теуіп, техникалық нокаутпен ұтқаны бар. Енді сол бір кеткен еселерді қайтару Нұрсұлтанның еншісіне бұйырыпты. Осы кеште тағы бір өнер көрсететін жауынгеріміз Евгений Игенбердиев. Ол британиялық Люк Барнаттпен бақ сынасады. Женя соңғы кездері ала-құла өнер көрсетіп жүр. Ол Батыраз Агнаев тұтқаннан соң чемпиондық белбеуге үміткерлер сынында Алексей Буториннен ұтылып қалған болатын. Сосын поляк Карл Селинский тұтып қайта жеңіс жолына түсті. Бірақ соңғы сынында Насрудин Насрудиновке де жол беріп қойды. Ал енді ол Люк Барнат арқылы қайтадан белбеу жолына шыққысы келеді. Барнат өз кезегінде соңғы жекпе-жегінде Карл Селинскийге ұтылып қалған. Селинскийде Евгений қиналмай ұтқанын ескерсек, Барнатта да ол оңай өтуі тиіс деп отырмыз. Тура осында турнирді ұйымдастырушылар кеш нокауты орын алуы мүмкін дейді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз. Осы шығарылымда әртүрлі әлеуметтік желілер, WhatsApp, Instagram, VK және Facebook арқылы таратуларыңызды сұраймын. Мұнымен қоса біздің Instagram парақшамызға жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Сілтемесі бірінші комментке қыстырылған. Тамашылағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары